Семей қаласында таңғы сағат 7-ден есігін айқара ашқан сайлау учаскелерінде жұмыс барысы қыза түсуде. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі соңғы 16 жылда бірінші рет кезектен тыс емес конституциялық мерзімінде өтті. Елеңдетіп көпті. Бұл жолғы сайлаудың ерекшелігі санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтаумен байланысты. Температураны өлшеп, қолды антисептикпен өңдеп қана қоймай, сағат сайын ылғалды тазалайды. Әр сайлаушы өз қаламын ғана пайдаланады. Как вы видите, Өздеріңіз байқағандай, біздің ауданның тұрғындары сайлауға белсенді түрде қатысуда. Әрбір азамат өзіне артылған жауапкершілікті сезініп, Қазақстанның іргетасын қалауға атсалысуда. Тұрғындар емін-еркін дауыс беру үшін біздің учаскеде барлық жағдай жасалған. Шығыс Қазақстан облысында 1000-нан астам сайлау учаскесі белсенді түрде жұмыс жасауда. Оның дәлелі көз алдымызда тұрған сайлау жәшігінің ішіндегі бюллетеннің көптігінен аңғаруға болады. Сонымен қатар Семей қаласының ең қарт сайлаушысының үйіне бардық. Ғасырды еңсерген қария үшін мекемеге барып дауыс беру мәселеге айналғандықтан сайлау комиссиясы үйіне келді. Молодежь, Біздің жастарымыздың көбісі қолдарында не тұрғанын білмейді. Жастар, сіздердің қолдарыңызда біздің еліміздің болашағы мен өркендеуі тұр. Әрине, қазірде жаман тұрып жатқанымыз жоқ. Алайда бұдан да жақсы тұру жастардың еншісінде. Еліңнің болашағы үшін өз дауысыңды бер.